Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ескерткіші. Жалпы білесіздер, Нұрсұлтан Әбішұлына арналған саябақтар атына берілген, көше атаулары, ғимараттар, оқу орындары, әртүрлі ғимараттар, тіпті қала аты да берілмекші болды. Бірақ халық қарсы шығып, қала аты берілмеді астанамыз. Жалпы халықтың пікірі қандай екен? Төменге өз пікірлерін жаза кетіңіздер. Қаншалықты елге пайдасы тиді тұңғыш президенттің, немесе зияны қаншалықты тиді? Өз пікірлерін жаза кетсеңіздер, қарап біліп, көріп, біле жүрейік. Және тұңғыш президенттің жеке музейін, және туып өскен ауылын, Назарбаевтардың зираттарын, басқа да дүниелерін менің жеке YouTube парақшамнан қарай аласыздар. Себебі бұл кісі 30 жылда ел басқарды. Сол 30 жылдың ішінде еліміз қаншалықты көркейді, қаншалықты дамыды, немесе артқа кетті. Сол бойынша да өз ой пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл ескерткіш тұңғыш президент саябағының қақ төрінде орналасқан, Алматы қаласының төрінде орналасқан. Мінекейіңіз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ескерткіші. Ал бұл президент саябағы. Қазақстанның президентінің інісі болсаң, осылай өмір сүресің. Вот. Қаншама байлық. Вот, есті. Шейхтар сияқты өмір сүріпті. Президенциясында. Банясы, хамамы. Ал бұл олардың бассейні болған. Надо быстрее снимать. Енді көріп тұрғандарыңыздай, өзінің жеке кинотеатр аумағы да бар. Енді болашақта бұл нысандардың барлығы енді әрине реконструкция болады. Балаларға арналған мүмкін кинотеатр болуы мүмкін. Енді көріңіздер өздеріңіз ауқымын. Бұл Қайрат Сатыбалдының үйі болған. Мемлекеттің ақшасын жымқырды деп айыпталған Қайрат Сатыбалдыдан қайтарылған нысанның бірі осы. Қазір түсірілім тобымен жүрміз. Бұл жер қазір балаларды психологиялық тұрғыдан оңалтатын орталыққа айналған. Қанша бала тәрбиеленіп жатыр бұл жерде? 85 бала психологиялық қолдау алып отыр. Осы үйде сонда Қайрат Сатыбалды тұрған, иә, бұрында? Енді, иә. Ал жалпы аумағы нысанның қанша? 1 гектар ғой. 1 гектар, міне. Жер кәдімгідей далаға шықсаң екінші үй тұрады. Бұл үй как гостевой сияқты, қонақ үй сияқты. Ал мына үйде өзі тұрған дейді. Түсірілім тобы ұлттық арна қосылу болсын. Оны былай қарай енді текпешік лестницамен шығады екенбіз. Былай көрсетейін. Керемет, иә. Күшті. Қаши? Иә. Сол жерге президент келеді екен демалуға. Төбесінде 4 бұрышты бірдеңе тұрған, ар жағындағы бетте. Екінші этажы ма, үшінші этажы? Төбесі қоңырақ үй ма? Иә, соның ар жағында қандай неде? Төбеде, андай төбеде балкон сияқты болып тұр ғой. Ештеңе жоқ, сол жерде демалады екен. Мынау есіктің алдынан былай барып, мына суды өзі соққызған екен. Осы суға өзі демалып түседі екен, короче. Назарбаевтың үйі екен, Сарыағашта соққызған. Ана жерде жатқан сулар тұр ғой. Типа бассейн, көлден істеген. Айналасын бәрі көл.
Біздің бұрынғы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салған. Кішкентай мешіт тұрған. О, сары ма күмбез ба? Иә, соны дәу қылып көрсеткен ғой біз маман телефон. Аны өткенде барған ба, өткенде. Төбеге шайықта. Сосын төбеге шайықта, сосын үлкейіп түсіреміз қазір жүр. Мына лестницамен әлі жүріп келе жатырмыз. Таудың басына шықтық деп ойласам, таудың басы әлі мұнда екен. Мына қаланың үсті қандай күшті екен. Әр елдің, әр жердің өзіне тән, өзіне әдемі көрінетін көріністері бар. Керемет табиғаттары бар. Көз тоймайтын табиғаттар. Қарашы, қаланың үстіне қарасақ. О, керемет. Этажный. Назар ағаш десе. Отырады не бар екен ғой. Ананың бассейн қылып істепті қарса, иә? Жоқ, кішкентай өңгі емес. Жоқ, Мына бассейн. жағындағы көл. Қанша қарсаңшы, есің алдын қарсаңшы, үйінің алдындағы нелер. Не сияқты бірдеңе бар. Фонтан сияқты. Ана мешіт сияқты, ана ақ мешіт сияқты айтып тұрсың ба? Иә. Өйтіп көрініші десің. Мына аяқ мына. Ол емес қой, ол қасыңыздағы мынау ғой. Мына жаққа қарай барсаңшы. Анаған барайын қазір. Міне. Міне. Сіз көрдіңіз ба? Анық көрінбейді. Біз маман қанық көрдік. Айфон ғой сен маман. Айфон емес қой. S22 ма бірдеңе ғой.